Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге қазіргі уақытта доллар сатып алу тиімді ме, сол жайлы айтатын боламын. Қазақстанда жылдық көрсеткіштер бойынша жеке тұлғалар арасында ақш долларына деген сұраныс кейінгі 2 жылда төмендеп келеді. Ұлттық банк ақпаратына сүйенсек, жалпы сатып алынған валюта мөлшері шамамен 4 миллиард ақш долларына жеткен. Дегенмен 2023 жылғы қараша-желтоқсандағы деректерге сәйкес, өткен айларда сұраныс артып, кейінгі 2 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда ең жоғарғы деңгейге жеткені белгілі болды. Мәселен, қарашада қазақстандықтар 506 миллион доллар, ал желтоқсанда 520 миллион доллар сатып алды. Кассе мәліметіне сүйенсек, бұған өткен жылдың екінші жартысында теңгенің нығаюы мен маусымдық сұраныстың болуы себеп. Мысалы, қазаннан желтоқсанға дейін доллар 4%-ға арзандап, жыл соңында бұл көрсеткіш 456 теңгеге тең болған. Ал күздің басында ол шамамен 480 теңге болған еді. Доллар одан әрі құлдырауы мүмкін бе? Бұған дейін экономистер Қазақстанда ақш долларының құны 400 теңгеге дейін төмендеуі мүмкін екенін болжаған болатын. Мамандар мұндай болжамға келу себептерінің бірі жаһандық инфляция мен ақш федералдық резерв жүйесінің мөлшерлемелерінің болжамды төмендетуі. Алайда кейін тәуелсіз сарапшы шындыққа жақын болжаммен бөлісті. Оның пікірінше, Қазақстанның ұлттық валютасына әсер ететін барлық факторды ескерсек, ақш доллары ел бюджетіне енгізілген деңгейі бойынша 460-470 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін. Оның үстіне 29 қарашада таңертең Қазақстанда бір ақш долларының құны 450 теңгеге тең еді. Осылайша қазақстандықтар барлық жинаған ақшасын ақш долларына айырбастағысы келуі мүмкін. Дегенмен бұл шешім тиімсіз болуы ықтимал. Сондықтан кейбір нюанстарды есте ұстаған жөн. Қандай жағдайда доллар тиімсіз болуы мүмкін? Адам барлық жинағына ақш долларын сатып алған кезде шығынға келетін күтпеген жағдайлар туындауы мүмкін. Мысалы, бірнеше күннен кейін сізге қолма-қол ақша қажет болып қалуы ықтимал. Ал доллар бағамы күрт төмендеуі не сәл ғана өсуі мүмкін. Бұл жағдайда адам валютаны сатып алу, сату бойынша баға айырмасына байланысты шығынға ұшырауы мүмкін. Жеке тұлға үшін валютаны сатып алу бағамы үнемі айырбастаған кездегі бағадан қарағанда әлде қайда қымбат болады. Ал егер адам жинаған қаражатын ұзақ уақыт бойы доллармен сақтауды ұйғарса, олар құнсыздану қаупі бар. Банктер шетел валютасында сақталған депозиттерге жылына 1% ғана ұсынады. Бұл ең жоғарғы мөлшерлеме. Ал доллар бағамы бір жылда күрт өспесе, табыс таба алмай қалуыңыз мүмкін. Бұл ретте теңгемен сақталған депозиттер бойынша мөлшерлеме көрсеткіші әлі күнге дейін жоғары. Ақшаны ең тиімді банктің депозитіне салуға болады. Ақшаны доллармен сақтаудың дұрыс жолы қандай? Диверсификация. Сындырып алудан сақтау мақсатында барлық жұмыртқаны бір себетке салмаған абзал деген қағида бар. Осыған байланысты барлық жинағыңызды бір жерде сақтамай, түрлі валюталарда белгілі бір мөлшерде сақтаған жөн. Сондықтан әдетте жеке қаржыны қалауыңыз бен жеке қаржылық мақсаттарыңызға сәйкес түрлі активке қойып, көптеген валютамен бөліп ұстаған жөн. Мысалы, жинағыңыздың 30%-ын доллармен, ал қалғанын теңгемен, алтынмен және тағы да басқамен ұстауға болады. Бұл қазақстандықтарды валюта құбылмалығынан сақтауға көмектеседі. Ал доллармен сақталған жинақтың құнсыздануының алдын алу үшін ақшаны сақтау мақсатында өзге қаржы құралдарын пайдалануға болады. Ең бастысы, қандай шешім қабылданса да, ол қазақстандықтардың қаржы жағдайына әсер ететінін есте ұстаған жөн. Сондықтан барлық қатерді ескере отырып, долларға немесе өзге валютаға инвестиция жасау қажет. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.